Қыздар, баршаларыңызға сәлем. Бүгін етті бәліштің рецептін сіздерге ұсынамын. Толық ингредиент төменде көрсетілген. Алдымен қамырын жасаймыз. Ол үшін бізге 2 жұмыртқа қажет. Егерде жаңағы қолданып жатқан жұмыртқа үлкен болса, онда біреуін қоссаңыздар жеткілікті. Мен 2 жұмыртқа қостым. 2 жұмыртқаның үстіне жаңағы ерітілген маргаринді қосасыздар. Мен маргаринді жаңағы микротолқынды пеште еріттім. Кейін осының үстіне тұз қосамыз. Кейін жаңа қаймағымызды қосып, жақсылап тұрып араластырып аламыз. Кейін қопсытқышымызды қосамыз. Араластырып аламыз. Кейін ұнымызды қосамыз. Мен ұнды аз-аздан қосам, алдыменен кішкене араластырып аламын. Массам қоюланған кезде соңына дейін барлығын қосып, қамыр илейміз. Қамырымыз жүп-жұмсақ болып шығады. Қыздар, видеода көрсетілген мөлшерде мен жаңағы ұн қостым. Көрсетілген, кейін оның үстінен тағы да 60 граммдай ұн қостым. Толық қанша ұн кеткені мен жаңағы астына төменге жазып кетемін. Тым көп ұнды қосуға да болмайды. Себебі бұл бізде енді песочный тесто болып шығады ғой. Ол жаңағы қолға сондай жұмсақ болу керек. Кейін міндетті түрде тоңазытқышқа жарты сағатқа қойып қоямыз. Ол міндетті түрде. Өте күшті болып шығады. Прямо қолға сондай приятный дейді ғой, сондай өте жақсы тесто болып шығады. Енді салмасын жасаймыз. Салмасын 2 түрлі салма қолдануға болады. Мен төменде жазып кеттім. Бұны жалпы тартылған етпен де жасауға болады, немесе осылай етті турап та жасауға болады. Мен осы жолы сиыр етінен жасап көрдім. Сиыр етін алып, осылайынан кішкентай түрпішті етіп турап алдым. Осындай ұсақ түрпішті етіп турап алдым. Кейін енді осыған картопты да ұсақ түрпішті етіп тураймыз. Пиязды да түрпішті етіп тураймыз, сәбізді де түрпішті етіп турап, барлығын осы жаңағы еттің үстіне қосатын боламыз. Барлығын ұсақ түрпішті етіп турап аласыздар. Міне қыздар, мен яғни картопты, пиязды, сәбізді турадым. Еттің үстіне бәрін салдым. Енді сұйық май қосамын. Күнбағыс майын көз мөлшермен қосам. Кейін бұрыш қосам, паприка қосам, және де тұз қосам. Жалпы бұл жерде жаңағы кез келген дәмдеушілерді қосуға болады. Егер де сіз ұнатпасаңыздар, онда жаңағы тұз бен бұрышты ғана қосуға болады. Маған жаңағы копченая паприка деген күшті ұнайды, пикантность береді. Сол себепті мен қосамын. Кейін араластырып, холодильникке 10-15 минутке қойып қоямыз. Жаңағы кішкене тұзы осы сінсін.
сол себепті қою керек болады. Міне қыздар, мен жақыннан көрсеттім. Осындай керемет болып шығады салмасы. Сұйық майды міндетті түрде қосып жіберіңіздер, сонда барлығы сондай біркелкі күшті болады. Кейін тоңазытқыштан жаңағы қамырымызды аламыз, екіге бөлеміз. Бір бөлігін кішкене көбірек аламыз, екінші бөлігін аздау. Көбірек бөлігі, яғни ол бәлішіміздің асты болып саналады. Жаңағы оны осылайынан формаңыздың диаметріне сай етіп жазып аласыздар. Мен бұл жерде противинді қолдандым, 4 бұрышты. Сол себепті противиннің диаметрінде етіп оқтауменен жазып алдым. Жаңағы қамыр өте жұмсақ, тез жайылады, өте тез жазылады. Осылайынан жаңағы жақсылап тұрып жайып аласыздар. Жабысып жатса міндетті түрде үстіне ұн сеуіп отырыңыздар. Сөйтіп жаңағы противин формаларыңыздың диаметріне сай етіп жайып аласыздар. Яғни болашақта қандай бәлішті елестетесіздер, сол себепті сондай етіп жайып аласыздар. Міне дайын болды. Енді жаңағы противинімізді астына міндетті түрде сұйық май жағамыз. Сонда жабыспайды. Мен әрқашан жағам. Тіпті ненің ішінде, қамырдың ішінде май болса да бәрібір де жағам. Кейін осылайынан ақырын қоя қоясыздар. Осының үстіне енді жаңағы салмамызды саламыз. Тартылған етпен де жасауға болады. Тауық етіменен оған орам жапырақ қосып та жасауға болады. Негізі начинкасын кез келген жасауға болады. Міне салдым. Енді бетін жабатын жаңағы үстін екінші қамырдың жартысын жаям. Ол жаңағы бізде жаңағы енді көлемі жағынан аздау болды. Сол себепті жұқалау етесіздер. Астыңғы жағын аздап қалыңдау етіп жаюға болады. Жайып аламыз да жаңағы бәлішіміздің үстін жабамыз. Сырттарын түзеулейміз, сырттарын өреміз. Егер де өре алмасаңыздар, онда жаңағы жай ғана былайынан қысып қоюға болады. Мен алдыменен шеттерін осылайынан қысып алдым. Кейін өріп шықтым. Өру ол міндетті емес, енді әркімнің жаңағы икеміне қарай осылайынан өріп шықтым. Енді жаңағы бәлішіміздің ортасын міндетті түрде қыздар пышақпенен тесіп қойыңыздар. Сосын жаңағы жұмыртқаның сарысыменен міндетті түрде пышақпенен тесіп қоясыздар. Және де жұмыртқаның сарысыменен толығыменен бәліштің үстіне жұмыртқаның сарысын жағып шығасыздар. Қыздар, егерде жұмыртқаның сарысы үйде болмай жатса, енді әртүрлі жағдай болады ғой, онда сүтпен де жағып шығуға болады. Жалпы нәтижесі бірдей шығады. Осылайынан жайып шығасыздар. Менде қолдың жұмыртқасы болғандықтан сап-сары болып шықты. Және де 180 градусқа 1 сағатқа қойдым мен. 180 градусты 1 сағат ішінде осында керемет болып пісті. Жұмсақ, дәмді, астарыңыз дәмді болсын.